Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. Excel 6 сыныптың 4 модульдің 44 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамастан бұрын каналыма подписация етіп тіркеліп қоямыз. Содан кейін сабақты 5-10 минут уақыттарында бөліп, толығымен қарап шығамыз. Тек содан кейін ғана орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Exercise 1. Жалпы сабақтың тақырыбы past continuous, созылыңқы өткен шақ. Exercise 1. Study the table. Мына кестені зертте. How do you form the past continuous? Past continuous'ның формасы қандай дейді ережесі. Are there similar structures in your language? Ол сенің тіліңде де сондай болады ма деп сұрап тұр екен. Жалпы past continuous дегеніміз не? We use the past continuous for actions which were happening at a certain time in the past. Жалпы past continuous өткен шақта белгілі бір уақытта болып жатқан әрекетті білдіреді. Time expressions used with the past continuous. Жалпы ол уақытта өткен шақта қолданылатын уақыт өрнектері, уақытпен бірге жүретін сөздер while as. Ал while as дегеніміз аудармасы қандай? While as дегеніміз кезінде, барысында, арасында, сол сәтте, сол уақытта деген секілді уақытты білдіреді екен. Әне бұл екеуі де past continuous шағында жиі қолданылады екен. Сол себептен естеріңізде сақтап алыңдар. Жалпы бізде сөйлемнің үш түрі болады. Аффирматив болымды, негатив болымсыз және интеррогатив сұраулы сөйлем. Және де past, былай түсіндірейін. Present continuous шағында to be-дің біз үш формасын қолданамыз. Am, is, are деген. Ал past continuous шағында to be-дің өткен шақтағы формасын қолданамыз. Яғни was немесе were. Was бізде жекеше түрде қолданылады. I was, he, she, it was. Ал басқа жағдайда you, сен was болады, немесе were болады. Соны естеріңізде сақтап алыңдар. Және де көпше түрде we, you, they болған жағдайда were қолданылады екен. Болымсыз сөйлемде was-ға not қосылып жазылады, және қысқартылған түрде wasn't немесе weren't деп айтылады. Ал сұраулы сөйлемде was немесе were есімдіктің, сәтесімдердің алдына шығады. Мысалға was I playing, were you playing деген секілді. Ал егер де оған жауап беретін болсақ, short answers, қысқаша жауаптар yes I was, no I wasn't деген секілді. Мысалыға while I was eating, he was watching TV. Мен тамақ ішіп жатқан уақытта ол теледидар көріп отырды деген секілді. Жаңағындай while мен was as-ті қосып айтатын болсақ, осындай мысалдармен келтіруге болады екен. Мысалыға as she was walking home, it started to rain. Ол үйіне қайтып бара жатқанда жаңбыр жауа бастады дейді. Және де етістікке continuous болғандықтан етістіктің барлығына ing жалғанады екен. Соны ұмытпаймыз балалар. Exercise 2. Екінші тапсырма. The picture was taken last Sunday afternoon. Бұл сурет алдыңғы күні түсірілген, жексенбі күні түсірілген сурет екен. Жексенбі күні бұны суретке түсіріпті. What were the people doing? Мұнда адамдар не істеп жатыр? Use these verbs in the past continuous to compose a sentence. Мына сөйлемдерді аяқтау үшін дейді, мына етістіктерді past continuous жағына қойып жаз деген екен. Jane was drinking cola. Jane дегенмін, ол кола ішіп тұр. Paul and Laura were dancing. Олар билеп жатыр. John was taking pictures. John суретке түсіріп жатыр. Jim and суретке түсіріп жатқан. Jim and Bob were eating sandwiches. Jim және Bob тамақтанып жатқан. The clown was painting Jesse's face. Мынау біреу клоун сайқымазақ Джейннің бетін бояп жатқан. Келесі үшінші тапсырма. Exercise 3. Look at the picture in exercise 2. Мына суретке қараңдар дейді. And correct the statements. Берілген мәтін ақпаратты дұрыста дейді. Jane was wearing jeans. Jane джинсы киіп тұрған дейді. Жалпы Jane не киіп тұр екен? Jane көйлек киіп тұр екен. Соны дұрыстады мәні. Jane wasn't wearing jeans. She was
wearing dress. Ол көйлек киіп тұрған, джинсы киіп тұрған жоқ еді, ол көйлек киіп тұрған еді. Paul was eating. Paul тамақтанып тұрған дейді. Paul wasn't eating, he was dancing. Paul тамақтанып тұрған жоқ, ол билеп тұр, билеп тұрған еді. Келесі, Jim and Bob were dancing. Jim және Bob билеп тұрды. Келесі, Jim and Bob weren't dancing, they were eating. Олар тамақтанып тұрыпты. John was painting Jesse's face. No, John wasn't painting Jesse's face, he was taking pictures. Jane was dancing. Jane wasn't dancing, she was drinking cola. Exercise 4. Write questions and the answers about what the people were doing at 4 o'clock on Saturday. Сенбі күні адамдар не істеді, соған байланысты сұраулы сөйлемдер жаса дейді. Мысалы, Қайрат act in a school play. X берілген, значит бізге болымсыз сөйлем жасау керек. Was Kairat acting in a school play? No, he wasn't. He was visiting a theater. Келесі, Ulan and Gulnara watch a film. Were Ulan and Gulnara watching a film? No, they weren't. They were playing computer games. Олар компьютер ойындарын ойнап жатқан дейді. Nurlan eat a meal with his family. Was Nurlan eating a meal with his family? No, he wasn't. He was eating popcorn at the cinema with friends. Saule sleep. Was Saule sleeping? No, she wasn't. She was reading a book. Aydar and Kanat visit a film set. Were Aydar and Kanat visiting a film set? No, they weren't. They were visiting a wildlife park. Exercise 5. Бесінші тапсырма. Say where you were last Sunday at 9 a.m., 2 o'clock p.m., 6 o'clock p.m. Your partner asks questions to find out what you're doing. Мына уақыттарда дейді, сен не істедің жексенбі күні? Соны айтуымыз керек екен. Last Sunday at 9 a.m. I was at home. Were you reading a book? No, I wasn't. I was having a breakfast. Сен кітап оқыдың ба дейді? Жоқ, мен таңғасымды ішкен едім. At 2 p.m. I was at the park. Were you playing football? Yes, I was. Мен сағат 2-де саябақта болған едім. Футбол ойнадың ба дейді? Я, ойнадым. At 6 p.m. I was at my grandma's house. Were you watching TV? No, I wasn't. I was helping her cook dinner. Мен кешкі 6-да әжемнің үйінде болдым. Теледидар көрдің бе дейді. Жоқ, көрген жоқпын, мен әжеме көмектескен едім. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Соңына дейін қарағандарыңа рахмет, және каналыма подписаться етіп қойыңдар.